Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз хит салат, биылғы жылдың хит салаты Алатау салатын дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, подписаться басуды ұмытпаңыздар. Осылай, ең бірінші бәдіренімізді, яғни қиярымызды осылай жұқа етіп, дөңгелектеп турап, кейін солонка етіп бөліп шығамыз. Одан соң қызанағымызды да осындай артық жерлерін алып, бірнеше бөлікке бөліп шығамыз осылай. Үлкен-үлкен болу қажет. Өте көрінісін тамаша береді. Дәл осылай барлық қызанағымызды турап аламыз. Одан кейін шұжығымызды, яғни осындай дөңгелектеп жұқалап тураймыз. Одан соң бұны да солонка етіп, осылай жіңішкертіп турап аламыз. Одан кейін осылай голландский сырымызды ортасынан бөліп, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Осылай жіңішке етіп барлығын жұқалап турап алған соң, 3 бұрышқа қылып, яғни ортасынан бөліп жасасаңыздар да болады. Ол әсемдік ретінде салаттың көрінісін, ерекше көрінісін береді. Осылай бірнеше бөлікке арасын ажыратып, араластырып аламыз. Қараңыздар, осылай саламыз барлығын. Одан кейін чечил. Осылай чечиліміз барлығын ажыратып, ыстық суға 10 минут салып, осылай барлығын түтіп шығамыз. Бұның жартысын салатқа турап қосамыз, және жартысын бетін әсемдеуге қолданамыз. Осындай жіңішке қылып барлығын түтіп алуымыз қажет. Өте ерекше дәм береді. Барлығын дайындап қойдық. Енді жартысын бетін әсемдеуге алып қаламыз, және жарты бөлігін қоспамызға қосатын боламыз. Осылай салатымызға турап шығамыз, әлі үлкен қылып тураймыз. Енді кезекте жұмыртқамызды да 4-ке немесе 6-ға бөліп, осылай 2 жұмыртқамызды қосып аламыз. Барлық қоспалар бір тарелкаға арналып жасалды. Егер сіздер көбейтіп, азайтып жасап берсеңіздер болады. Одан кейін консерва жүгерісін саламыз, және аз ғана майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға салатын боламыз. Жақсы араласуы қажет барлығы. Осылай ортасына салып, көбірек қып салсаңыздар, салатымыздың көрінісі ерекше көрінеді. Бетіне чечил салып, әсемдейміз. Биылғы хит салаттардың бірі Алатау салаты. Міндетті жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, көрінісі қандай әдемі, өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер.